Қазақта Иван Иванович Иванов деген болмады. Қазақтар жалпы жеті ұрпақ ауыспайынша ата бабалардың атын балаларға бермеді. Мен өзім сондай адаммын. Кезінде мен бірінші қызбын отбасымызда. Әкем ерте жетім қалған. Соның үшін мен туғанда маған өзінің 35-ші жылы қайтыс болған шешесінің атын қойды. Забира деген ат қой. Бірақ оның әпкесі ол хабарды естігенде түсіндірді, болмайды, қой деп тоқтатты бұны. Сосын әкем атымды з-ға басталсын деп Зауреш деп қойды. Бірақ нағашы әжем айтты, болмайды, мен қызым болды, Зауреш деген қызым болды, көз тиіп қайтыс болды. Соның үшін қызымның атын қоюға болмайды, және де Зауреш, кіші жүзде Зауреш деген ат қыз балаға ауыр деген ұғым бар. Ол басқа әңгіме, мұхит әншіге байланысты, Зауреш деген әніне байланысты. Сонда неге болмайды деген сұраққа былай әкемнің әпкесі былай түсіндірді. Ол айтады, сен қызыңды шақырғанда, я басқа біреу қызыңды шақырғанда аруақ қозғалады. Аруақтың мазасын аласың, өйткені біздің анамыздың аруағы мені шақырып тұр деп ойлап қалады да, мазасын аласың дейді. Сондай тағы да осындай себептер, мысалы қазіргі психология былай дейді, ол орынбасар бала болады. Демек, анау адамның тағдырын арқалайды. Жеті ата ауысқаннан кейін атын алуға болатын еді, қоюға болатын еді балаға, бірақ соның өзінде өзгертіп, мынау Иван Иванович Иванов деген қазақта болмаған дүние.